Хей, бәлесемізсіздер, Санчо бүгін біздер дейтін мен туралы 25 факт түсіретін боламыз достар. Яғни мен дейтін жаймен сөйлеп отырмын, әрине мен қазір сағат дейтін 2 ғой. 2-ден 11-ге кетіп отыр, қазір 8 шілде. Яғни сіздер 5-6-та қарап отқан шығарсыздар достар. Яғни мен туралы 25 факт достар. Алдыңғы видеода білмесеңіздер, мына видеода білмесеңіздер, сұрақ жауапты мен дейтін 7 лайкты жинап тастасаңыздар, мен дейтін уже мен туралы 25 факт түсірейін деп отырмын. Көп күттірмей енді түсірейік достар. Енді алдыңғы видеоға сұрақ жауап деген видео, соған дейтін сіздер дейтін сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Сол комменттерің видеода шығады, видеода шығатын болады достар. Түгел коммент шығатын болады. Если 1000 коммент болатын болса, әрине кейбіреу шықпайды. Жарайды достар, мен туралы 25 факт. Бірінші факт, менің атым Сағыныш. Бұл факт емес шығар. Екінші факт, менің фамилиям Шанкалиев. Бұл да факт емес. Үшінші факт, мен дейтін шоколадный мороженелерден атам. Әрине мен дейтін құлпынай, анау-мынау ұнатпаймын. Тек шоколадный достар. Төртіншісі, гитара тарталым. Әрине менде гитара жоқ, сатып жіберген бұрында. Тарталатын бомба білем. Бесінші факт, мен дейтін жасықсыз жатам. Алтыншы факт, мен дейтін ұйқы сұраймын. Яғни қалай ұйқы сұрайды десеңіздер, мен дейтін ыссы жақта жататын болса, мен салқын жаққа кетіп қалады екенмін. Сондай әдетім бар. Соны кетіру үшін не істеу керек? Бауырларым, туысқандарым, мұсылман бауырларым, подписчик етіңіздер, лайк басып, комментарий жазыңыздар, әрине арнаға тіркеліңіздер. Тіркеліп қоймын. Жетінші факт, мен дейтін менің штативім сынып болды. Бұл факт емес. Вообще, жетінші факт, мен хромакейді 1200 теңгеге алғанмын. Сегізінші факт, ал мен лампаны, мен штативті пайдей мен әжім алып берген болатын. 9000 или 8000 жарымға, сондай жарымдарға. Вообще, 8000 теңгеге алып берген почти. Алдықта мен дейтін бұйырса ноутбук алатын болам достар. Содан монтаждаймын, кезго түсірем, крапкейм түсірем, нұрастармен түсірем, нөнелермен түсірем дегенде. Вообще достар, мен дейтін 9-шы факт, мен дейтін соғыс ойындарды өте қатты ұнатам. Достар, мен соғыс ойындар, елдермен соғысасың ғой, сондай ойындарды өте күшті жақсы көремін достар. 11-ші факт, мен дейтін Free Fire'дағы ең олд адам. Достар, мен дейтін 2017 жылы бастадым, 2020 жылы бітірдім. 2021 жылы осымен аяқтадым. Яғни мен Free Fire ойнамағалы мен 1 жылдай болып болды почти. Әрине 1 жылға 3 айдай керек, мен 1 жыл болуына әрине 9 ай болды, почти 9-10 ай болды ғой. 12-ші факт, мен дейтін штатив түсіріп отырмын. Сұрақ қоймын, жауап қоймын, көрсетейін ба? Тақап қоямыз есекке. Достар, вообще мен дейтін 13-ші факт, мен дейтін конструктерлермен ойнаймын. Яғни легомен ойнаймын. Сорып алдық қой. Достар, мынандай легомен ойнаймын. Осындай легомен ойнаймын, күшті маған. Осындайлармен. 14-ші факт, мен аниме емес, анимация көремін достар. Яғни мен дейтін танктер, соғыс деген жақсы көремін дедім ғой маңа. 9-ші факты. Яғни мен Хома Герант дейтін, Хома анимашн
Animations деген каналдарын мен сүйүп көрөм. Міне турганча каналдары соңунда чыгатын болот достор. Ал 5 факт мен дейтин полдоп отурум. Әрине факт таба алмадым. Караңыздар полда. Негизи достор, мынаған сүрүп коюга болот. Ой. Көттүксөйк. 16 факт мен дейтин калай айтсам болот. Мен мынандай досканы мен ататын жери, ал көзү мына вообще аяры көзү. Тил тийгизип турган жерим көзү. Сол менен атат. Пүү дейт вообще бир түрлүү ойнойм сол элермен. Ал 17 факт мен дейтин бир өзүм жатам. Яғни достор, мен мама папамен жатпайм. Бурунда жататын элем, азыр мен өзүм жатпайм. Негизи карындашым экөөбүз жататын эдик, бирок мен азыр карындашым мама папамдын касында жататын. Ал мен дәл осы комнатта жатам, бардак болуп аткан жерде. 18 факт, яғни 18 факт. Не тапсам болот экен. 18 факт, мен колаларды жакшы көрөм. Мен сиздерге ушунбайм, әрине мен колаларды жаман жакшы көрөм. 19 факт, мен коладан да жакшы көрөтүндөрүм бар. Ол әрине Макси фыш, Макси тагында коюш. 20 факт, яғни осыған дейін 5 факт калды. 20 факт, менің итим бар. Менің итим бар. Абалап тур азыр да шың көрүп атырбы дейм, бисмиллах. Ал 21 факт, менің итим 2 адам талаган, 3 адам почти. Бирөө менің алдында осы реакция жасаганды сол оператор талаган болатын. Және менің досум Исламды және Исламдын агасын талаган болатын. 22 факт, менди талаган болатын вообще. Оны айтпай коеюн, ким экенин менин досумдун итинен таланып калган болатын. 3 факт, мен дейтин бурунда чорт болдум. Азыр билбейм, мен ортачамын. Өзүм мактап койгон дейсиң. Мен казыр Тубылский деген жокмун ау дейм. Бирок мен сыныпташ көргөндөн кийин Тубылский деген сезим ачылып кетти. 24 факт, әрине мен дейтин светильникпен жатам. Достор, мен светильникпен жатам. Газ көрсөтейин. Газ. Мяу деп келеді газ. Міне светильник, достор, мынандай светильник, осы токка косуп коесуң да жанып турат. Мен светильниксиз вообще мен уктей алмайт экенмин. Ал соңғы 25 факт, мен дедим кичкентай кезимде момодон корктум. Достор, мен момодон жаман коркатын болдум. Бирок кичкентай кезимде мен Фреддиден коркам. Азыр өлеңдерин тыңдап жүрүм сол Фреддидин. Ал азыр мен момодон коркканмын. Бурунда вообще 1-2 жыл бұрын мен момодон корккан болатынмын. Вообще 27 факт дейік та. 26 факт, тағы да 2 бонус. 27 факт, мен дейтін 2 рет басырылып көргем. Біреуі ана жерде, мына диванда. Ал біреуі ка жерде екенин айтайын ба? Достор, мен ка жерде екенин басырылып көргенімді айтайын ба? Мен дейтін целый бірінші 90 бітіп аткан кезде мектепте басылып қалған болатын. Достор, мен мектепте басылып қалған болатын. Вообще үйкім келді, ұйықтап қалдым, шалқамнан жатып. Бір кезде құлғандар деп атырып, бір кезде Каусар деген қыз құтқарып қалды мені. Вообще класстас бір қыз вообще мен құтқарып қалды. Аяғыма соның аяғы тиіп кетті. Шоянып өліп қала жаздадым. Ана
ана сондай бастырылып қалатын болсаң, біреу саған қолың тиіп кететін болса, сен өлердей қаласың. Ал 27-ші соңғы ең күшті факт, мен дейтін мамандығым, яғни мен актер болғым келеді, яғни мен YouTube не үшін түсіріп жүрмін? Мен негізі актер емес, бір басқа бір полиция, анау пожарный болатын болсам, мен қазір осылай түсірмес едім. Достар, мен дейтін қазір мен актер болғым келіп жүр, иә достар. Сол үшін подписаться етіңіздер, сол алдағы уақытта кинолар да шығуы мүмкін, достар. Если подписаться етсеңіздер, мен кино шығаруым мүмкін, достар. Иә достар, мен кино шығарым да мүмкін, ондай да болуы мүмкін, достар. Әрине мен если актер болғым келмесе, мен дейтін уже осы видеоны түсірмес едім, достар. Иә достар, енді сіздермен болған санчо, яғни 27 факт, яғни 25 факт, яғни 2 бонус қосылды. Сол 27 факттың түгелін мен дейтін айтып шықтым. Өзім туралы сіздерге таныстырып шыққан болатым. Осы видеоға 7 лайк бірден жинап тастасаңыздар, мен ескі фотоларға, яғни ескі видеоларыма реакция жасайтын боламын, яғни TikTokта 2020 жылғы шыққан. Мен вообще кішкентаймын қазір, эволюция болды менде. Вообще достар, подписывайтесь, лайк басып, комментарий жазыңыз, арнаға тіркеліңіз, менің арнама өтіп, сұрақ жауап деген видеоны тауып алыңыздар, соған комментіне сұрақ қалдырыңыздар. Мен сол сұраққа жауап беруге бір видеода тырысатын боламын, достар. Если болмай қалатын болса сенің сұрағың, мені кешір, дос. Себебі сен сұрақ жауапқа көп сұрағыңды қойыпса, сол кезде саған жауап беру мүмкін. Не деп кеттім вообще? Арнаға жазыл, лайк бас, комментарияға жаз, или бұл видеоға дағы сұрақтарыңызды қойып кетіңіздер. Вообще жарайды, достар. Давайте, па.